Ахмет Яссауи. Сол кісінің өзінің тұлғасы, ілімі, сопылық ілім, мынау исламдағы орны, жалпы қазақтың тарихындағы, қазақтың хандық мемлекеттігіндегі жаңағы сопылық, жаңағы Яссауия тарихатының орны. Ол негізі күш болған. Мынау кезінде партияда, коммунистік партияда мынау не болды ғой, идея коммунистический идея. Сол сияқты бүкіл мемлекеттікте бізде мынау Алтын Ордадан бастап ұстап тұрған Яссауия тарихаты болған. Бірінші құндылық бізде Яссауи, Ахмет Яссауидің ілімі. Сосын ол кісі ұстаз болған өздеріңіз сияқты. Екіншісі мынау мавзолей, Әмір Темірдің салған. Бұл мавзолей шедевр. Бүкіл архитектура жағынан, есеп қисап жағынан бұған теңдес ештеңе жоқ. Сол кезде салынған. Қазір бұның әр кірпіші жалпы зерттелген. Бұның мынау порталы, порталының мынаусы бірге порталы. Ондай еш жерде жоқ. Бүкіл пропорциялары, куполдары, бәрі есеппен жасалған. Ирандық жазулар ішіндегі. Бұның енді жақсы зерттелген. Бұл жерде жаңағы жастар өздері қызық. Тек қана сол кітапхана, баяғы кітапханалар сияқты кітаппен отырмай, бұлар зерттеу жүргізіп жатыр. Бұл Конгресс США-ның библиотекасы бар. Сонымен байланысты бұлар. Бүкіл бұлар бәрі ағылшын тілінде бұл жерде. Бәрі Стамбулмен байланысты.